Сәлеметсіздер ме? Қазақстан тарихы екінші эсерес жұмысы. Бүгінгі бұл видеода біз Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз кітабына аннотация айтатын боламыз. Яғни Дарабоз романында баяндалатын негізгі сюжет қазақ халқының азапты ғұмыры, таққа талас, қазақ жоңғар, қазақ ойрат арасындағы ұзақ уақытқа созылған қақтығыстар, қабанбайдың азаттық жолындағы көзсіз ерлігі. Одан бөлек автор оқырманды жалықтырып алмас үшін аңыздарға, бишешендердің афоризмдік дағдыларына да тоқталып өткен. Шығарманың негізгі идеясы азаттықты аңсаған алаштың алыптарын асқақтау. Сол тұрғыда бірінші позицияда көрінетін кейіпкер ол Қабанбай батыр, яғни Қабанбай образы. Тақырыбына келер болсақ, жалпыға түсінікті Қабанбайдың ерекше есімдерінің бірі Дарабозды басты фишкасы етіп ала білді. Тақырып іргетас. Автор қателеспеген және де қысқадан нұсқа қойылған тақырып шығарманың өн бойынан өз есімін көрсетті. Екінші теориялық толғам немесе талдау мәселесінде қарастырылатын дүние шығарманың сюжеті мен композициясын сөз ету. Шығарма сюжеті бірден Қабанбай есімімен басталады. Автор фабула ретінде тарихтың парағына үңіледі. Болат өлгеннен кейін Әбілмәмбеттің таққа отырып қол астына 300-ді жинауы әңгіме болады. Осы тұста тарихи қаһармандар өзара қарым-қатынасқа түспес, бұрынғы хал жағдай, тіршілік, қоғамдық орта, болашақ қақтығыстар алаңы және оқиғалар орны суреттеледі. Дарабоздың басталуында айтарлықтай ерекшелік жоқ. Тура экспозиция деуге де болады. Автор әр кейіпкеріне жеке-жеке тоқталады. Әрқайсысымен іркіліссіз, жанама, астарсыз бірден таныстырады. Тағы бір ерекшелігі, шығарма бұрма экспозициясыз шартты түрде жалғасады. Сюжеттік байланыс ретінде Қабанбай Ұлытаудағы жиыннан соң туған жер Барқытбел, Алакөл, Алтай өңіріне жол тартқандағы көш барысы суреттеледі. Көште ел еңсесінің биіктігі, қазақ даласының кеңдігі, болашаққа деген арман, өткенге өкініш сынды ұғымдар сипатталады. Осы тұста әңгіме ішінен әңгіме өрбіп, сюжеттік байланыс орын алады. Қабанбай досы Шағалаққа ұлы әліге өткінші өмірдегі тартысты баяндау арқылы шығарма оқырманға жақсы жол тартады. Не үшін Қабанбай аталды? Қандай жекпе-жекте Дарабоз атанды? Нар бала деп кімдер атаған? Азан шақырып қойған есімі кім? Өлже мен Арсаланға деген кектің соңы немен тынады? Кектің соңы немен тынады? Атамекенде не үшін көшті? Осы секілді сұрақтардың бәріне жауапты байланыс нәтижесінде тез табамыз. Байланыс өте сәтті қиыстырылған, себебі оны автор емес, Қабанбайдың өзі баяндайды. Оқырман кейіпкердің аузынан естігендей күй кешеді. Бұл жазушының кейіпкерді сөйлетудегі басты ерекшелігі. Орын алған әр құбылысты ауызекі аңыздап қоймай, адамның жан дүниесіне ене суреттейді. Оқырман өзіне біраз мағлұмат алады. Шежіре тарихында меңгеруге болады, себебі кімнен кім тарайтынын қаламгер осы тұста сатылап айтып өтеді. Бірнеше реалистік образдармен танысады. Нәтижесінде Қабанбайдың отбасы және ортасымен толық таныстырылым болады. Фабулалық оқиға желісінде автор қызықты ситуациялар мен интригалық әр алуан сюжеттерді кеңінен қолданады.
Осы орайда сюжеттің шиеленісі басталады. Дарабоздағы шиеленіс деп Әбілқайыр мен Барақтың кекті тағдырлары, азапты өлімдері ұлы жиында ойратқа қарсы ма, жоңғарға қарсы ма деген күрделі сұрақтарды туғызу арқылы оқырманды өзіне одан әрі баурайды. Желіге қызық оқиға да керек. Яғни көркем шығармаға қызық керек. Бірақ тарихи шығармада қолдан жасаған қызық емес, шынайы өмірде орын алған оқиғаларды сипаттау арқылы сол қызық болуы тиіс. Жазушы, бұл кітаптың авторы, яғни мұны да сәтті пайдаланған. Майсара мен Шақалақтың әзілдесуі, Мырзатай мен Назым арасындағы орайластық, билердің бір-бірімен жарысуы, осы секілді дүниелер де шығарма бойынан кеңінен көрініс табады. Сюжеттің шиеленісуі Қабанбайдың туған жері Барқытбелді емес, сыр өңірін қорғауға аттанайық деген тұсынан шарықтауға ұласады. Неге батыр талай жылғы арманы атамекенді жаудан аластауға аттанбады. Оның бұл әрекетін Абылайхан ғана түсінді. Қазақтың барлық жері атамекен, әр жері әр адамның тағдыры, ал оны өз жауынгерлері түсіне алды ма? Аттаныс нәтижесіндегі ірі жекпе-жектер, кішігірім қақтығыстар күшеюге, шығарманың өрістеуіне келіп дамылдайды. Шығарма сюжетін күллі кезең-кезеңмен тұтастырып, белгілі бір бүтіндікке, үндестікке әкеліп тұрған композицияның аса бір күрделі тұсы да осы. Жазушы шығарманы шарықтата келе шешімге қалай әкелгенін де білдірмейді. Ол жеңіс, ұлы жеңіс. Бірақ мәңгілік пе? Тарих сахнасы қалай сөйлейді? Қабанбай ерлігі қаншалықты қымбат? Бодандықтан сол кезде неге босанбағанбыз? Шешім де осы секілді сауалдар оқырманды қызықтырады. Жазушы өз шындығына өзі үкім шығарады. Осынысымен де шығарма ұтымды әрі өте қызықты болып келеді. Сөз болатын үшінші мәселе ол шығармадағы тип пен характер. Бұл мәселеде жазушының тілі шұрайлы, сөздік қоры мол болуы шарт. Бұл жазушыға қойылар бұлжымас талап. Тіл байлығы мазмұн байлығымен тікелей байланысты. Қосалқы кейіпкерлер арқылы басты кейіпкер образы ашыла алды ма? Характері қандай? Яғни Қабдеш Жұмаділов өз қаһарманының характерін өзге арқылы ашады. Яғни Қабанбай характері қалай бізге жол тартты? Әрине, деталь арқылы. Абылай Қабанбайды көзсіз ерлігі үшін жақсы көреді. Ол билікке талас жоқ, қарадан шыққан батыр болса да, Абылай үшін Дарабоздың көзқарасы маңызды. Қабанбайды көргенде хан екенін ұмытып, атының басын ұстап, жылап көрісті. Бұл жерде Абылайдың іс-әрекеті арқылы Дарабоздың характері сыр шертеді. Назым әкесінің мойнына асыла кеткісі келді, бірақ Шағалақ тұрғасын сыпайылық танытып анасының сәлемін жеткізді. Қабанбай түсде жауырыны жерге тимеген батыр болғанмен үйде өте балажан. Ордасында немерелері үстінде секіріп ойнап жүреді. Бұл жерден Қабанбайдың ерекше қырын тағы аңғарамыз. Қабанбай қалмақтан қатын аламын десе, кедергі жоқ. Бірақ сыры кетсе де сыны кетпеген Майсараны ойлап
бұл ауылдың жетегіне ермей жүр. Бұл жолдардан да Қабанбай бейнесі көрінеді. Осы секілді өте кішкентай бөлшектер, яғни детальдар арқылы жазушы кейіпкер характері мен типін жақсы көрсете білген. Төртінші толғамда ол шығарманың тілі мен стиліне тоқталуымыз керек. Яғни романның тілі қаншалықты жеңіл, автор көркемдік ерекшелікке жете мән берген. Оған қоса сөздікпен жақсы жұмыс жасаған. Жыраулар поэзиясын, аңыздар желісін, афоризмдік қатарларды орыс әдебиетін кеңінен пайдаланған. Автордың өзіне тән стилі бар. Шығарма түгелдей баяндаудан тұрады. Бірақ оқырман жалықпайды, өйткені аталған қоныстар мен көштер, есімдер мен оқиғалар шындықтың негізінде жазылған. Бәрі де болған оқиға. Автор кейіпкердің өзін ғана емес, оның мінез көлігі Құбас атты суреттеуінде де мін жоқ. Осы жерден жазушының әдеби тілге өте бай екенін оңай аңғарамыз, және де оған дәлел ретінде Боранбайдың сынын айта аламыз. Яғни биіктігі өзімдей болсын, местігі өзімдей болсын. Желгенде екпінінен жел ессе, аяңы Қазбектің сөзіндей болсын. Құлағы қамыстай болсын, ерні талыстай болсын. Екі көзі ботаның көзіндей, шекесінің арасы